Барларыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен керемет видео бөлісемін. Қолдан кәмпит жасадым осындай. Арнайы Батубейге арнап. Бұл кәмпиттер өте пайдалы. Құрамында ең маңызды ингредиенттер құрамындағы бұл жаңғақтар және де финики, яғни құрма. Мен осылай әсемдедім. Неге арнайы батуға деп айтып жатырмын? Өйткені бату бізде кейбір жаңғақ түрлерін бөлек-бөлек, яғни жеке дара жемейді. Және де құрманы да жақсы көрмейді. Бірақ ара-тұра батудың іші қатып тұрады. Сол үшін оған өте пайдалы болсын деп осы ирандық жұмсақ құрманы қосып осы кәмпитті дайындаймын. Шынымен де кереметтей пайдасы бар. Жұмсартады, да ма? Ішек жолдарын сосын күштетіп жеңілденіп қалады бату. Күніне 2-3 ғана беремін балаға. Жалпы қонақтарға да дайындап көрсеңіз болады. Дайындалуы өте оңай. Бұл ПП рецепт емес, бірақ ішіндегі кейбір құрамында кейбір ингредиенттерді өзгерте отырып ПП қылып жасап көрсеңіздер де болады. Иә, сол. Сонымен бастайық. Сонымен құрамына көшейік. Менде мында фындық, одан кейін грек жаңғағы, жалпы жаңғақтың кез келген түрлерін қолдансаңыздар болады. Менде бүгін осындай құрам. Одан кейін чия тұқымы, құрғақ печенье, қаласаңыздар әлдеқайда пайдалы цельнозерный печенье қолдансаңыздар болады. Одан кейін сары май, банан және де құрма. Қанша грамм қажетті екендігін мен міндетті түрде описаниеде жазып кетемін. Құрманы 20 минут бұрын мен салқын суға салып қойдым. Мінекей енді суын төгіп, қазір ішіндегі шаттауығын алып жатырмын. Және көріп отырғандарыңыздай қабығы осылайша өте оңай шығады. Қолыма ілігіп жатқандарын шығарып жаттым. Сыртындағы қабығының ең сыртқы жағындағы қатты жерін, бірақ қалған бөліктерін қолдандым десем болады. Әлдеқайда пайдалы болады деп ең алдымен осы фындық пен чия тұқымын блендерден өткізіп алдым. Ондай қатты көп айналдырудың қажеті жоқ блендерді. Өте ұсақталып кетпесін жаңғақтар. Одан кейін мінекей грек жаңғағы баланың миының даму жүйесіне өте пайдалы болған соң қолданып жатырмын. Жалпы таза күйінде балам жемейді бұны, сол үшін осылай тәттінің ішіне, кәмпиттің ішіне қосуды жөн көрдім. Былайғы уақытта печенье де жемейді балам, өкінішке орай көп жақсы көрмейді, неге екенін білмеймін. Бірақ осы құрғақ печеньені қолданамын. Қаласаңыздар осы ингредиенттерін өзгертсеңіздер болады. Қалауыңыз бойынша ПП вариант жасасаңыз болады, ішіне печенье қоспай немесе май қоспай дегендей. Мінекей бананды турап жатырмын. Оны да өте жақсылап тұрып езіп алдым блендерде. Одан кейін құрманы да өте жақсылап езіп алам. Айтқандай қабығын толықтай тазаламадым, тек қолыма іліккен жерлерін ғана тазалап, қалған қабықтарын бірге қосып блендерден өткіздім. Сол үшін кішкене қара болып көрінуі мүмкін. Одан кейін сары май. Сары майды да балам көп жей бермейді. Ол да бір пайдалы болсын. Бір жағынан кәмпиттің ішінде біріктіруші ингредиент деп айтайын, жақсы формасын ұстауына көмектеседі. Қаласаңыздар, онда қоспасаңыздар болады, егер ПП вариантта жасайтын болсаңыздар. Бұл кәмпитті дайындаған кезде жалпы ішкі түйсігіңізге жүгініңіздер. Қанша жаңғақ басқасын қосатын, бұл бір творчестволық процесс деп айтуға болады. Мінекей менде кішкене аз болып қалды печенье, сол үшін тағы кішкене қостым. Және де осылай қасықпен ала отырып, шар тәріздес қылып, дөңгелетіп кәмпиттерімді тізіп қойып жатырмын. Және осы орайда есіме түсіп кетті, өткенде дайындап жүрген кезде ішіне кокос жаңқасын да қосып едім, өте дәмді болады. Осы жолда да қосайын деп тағы да оны да қостым. Және де жақсылап араластырып, одан кейін шар тәріздес қылып, осылайша тізіп қойып шықтым. Менде 70 штук кәмпит шықты.
тарелкеге кішкене кунжут тұқымын салып, бір бөлігін осы кунжутпен әсемдеймін. Тағы бір бөлігін кокос жаңқасымен әсемдедім. Кәмпиттердің қалған бөлігін шоколадпен қаптайтын боламын. Ол үшін шоколадпен қаптау үшін кәмпиттер салқын болу керек. Егер тез арада қаптайтын болсаңыздар, бір 20 минутқа морозилкаға, яғни мұздатқышқа салып алыңыздар. Егер мен секілді уақытыңыз болса, мен бір кешкі уақытқа қалдырдым, келесі күні асықпай шоколадпен таңертеңгі уақытта қаптадым. Алдымен менде мінекей сүтті шоколад, сол сүтті шоколадтың шамамен 3-тен 1 бөлігін қалдырдым. 3-тен 2 бөлігін, яғни 60-70% осылай ыдысқа салып алдым, ерітетін боламын. Қалған 30%, 30 немесе 40% осылай бөлек алып қойып, оны жақсылап пышақпен турап, кішкентай бөліктерге турап сөйтіп дайындап қойдым. Оны қазір түсіндіремін. Жалпы бұл темперирование деп аталады. Мүмкін білетін шығарсыздар. Темперирование деген шоколадты бірден ерітіп, шоколадтың осы кәмпиттің сыртынан қаптайтын болса, шоколад өте тез қолда еріп кететін сондай жұмсақ консистенцияда болады. Ал егер де темперирование жасаса, ол кезде шоколад әлде қайда қатты болып, жаңағы температурасын сақтайтын болады, бірден қолда еріп кетпейтін болады. Ендігі қалай жасаймыз, темперирование соны көрсетемін. Ең алдымен айтқанымдай шоколадтың 3-тен 2 бөлігін осылайша су банясында осылайша ерітеміз. Ол үшін міндетті түрде қасықпен қайта араластырып тұру қажет. Астында қайнап жатқан су орта дәрежедегі отта қайнап жатыр. Өте қатты қайнатпаңыздар, өйткені ол шоколадты өте қатты қыздырып жіберуі мүмкін. Орта отта қайнау қажет. Міне шоколад еріді деген кезде, ішінде бірде-бір түйіршігі қалмай еріді деген кезде, оны ыстықтай алып, ыстықтай бірден үстіне мына қалған туралған шоколадты қосып, осы салқын шоколад ыстық шоколадқа бірігіп, тез арада ери бастайды. Қайтып қасықпен тез осылайша араластырып, бірде-бір түйіршігі қалмау керек шоколадтың ішінде. Мінекей бұл темперированияның ең қарапайым жолы, ешқандай термометр қажет емес. Осы жолмен темперировать етсеңіз болады. Содан соң ағаш таяқшаға кәмпитімізді кигізіп, осы шоколадқа орайтын боламыз. Осылайша орадық, одан кейін осылайша соғып қоямыз. Қалған шоколады ағып кету қажет, өте қалың болмау қажет. Одан кейін осылайша шанышқымен көтеріп, әдемілеп осылайша қоямыз. Қаласаңыздар, тұшыққығышты қолдансаңыз болады. Ағаш таяқша жоқ болса, 2 тұшыққығышты бірден алып, соған кигізу керек болады кәмпитті. Одан кейін осылайша шоколадқа орап, қайтып мінекей осылайша орналастырамыз. Кәмпиттерімді фольга оралған тақтайдың үстіне қойдым. Қаласаңыздар, пергамент қағаздың үстіне де қойсаңыздар болады. Үстіне қаласаңыздар кез келген посыпканы сеуіп, осы шоколад қатпай тұрған кезде әсемдесеңіз болады. Және де шоколад қатқанға дейін бірнеше сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Міне қазір шоколадты болған жерден біреуін көреміз. Папасы мен баласы шыдамай жеп жатыр. Разрез дейді ғой, соны көрсетейін сіздерге қалай болатынын. Мінекей осындай әдемі болып шығады. Ішінде мінекей жаңғақтар. Қонақтарға да қойсаңыздар, өте әдемі. Hadi al bak, bir tanesini al ye. Çikolatalı olanın. Ay, çikolatalı olanı ye hadi. Nom 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 de. Nom nom de. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yiyelim. Ne gülüyorsun oğlum? Nasıl olmuş? Kötü adem ya. Acaba.
сіздерге бұл видео ұнаған болса аямай лайктарыңызды қоя кетіңіздер. Міндетті түрде каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарий жаза кетіңіздер. Сіздермен келесі кездескенше сау болыңыздар.